жердің қаққан есігін арман туған жер, үкіліп таққан есімімді алған туған жер, шырылдап жатқан. Сәлематсыз ба? Есіміңіз кім болады? Менің есімім Клара, осы Көктем тұрғынымын. Осы жерде тұрып жатқан 2008 жылдан бері осы жерде тұрғынымын. Мына енді тілсіз жау судан қорғану үшін мына жерде жайықтың жағасында жұмыс жасап жатырмыз. Қол күші, материал жағынан көмек керек болып жатыр. Қолдарыңыз бос болса, студент балдар, жас жігіттер боста жүріп кафе аралағанша біздерге қол көмек көрсетіңіздер, келіңіздер. Осы жерде бәрі бар, ауыз ашар, таңғы ас, түскі ас, бәрінде осы жерден іше аласыздар. Көмек керек болып жатыр. Енді бәріміз жұмылып бір жерден, бір жеңнен қол шығарып, бәріміз еңбек етейік осы жерде. Ауылымызды, қаламызды бәрінде енді осы тілсіз жаудан аман сақтап қалайық. Келіңіздер. Рахмет. Балғын денем балқыған, шат көңілім шалқыған туған жер, анашымның ақ сүт ау, топырағынан аңқыған туған жер. Ойын қуып аунаған, жүрегімді баураған туған жер, кең даласау әкемнің құшағынан аумаған туған жер, туған жер. Көктем тұрғындары, осы Муслима апама іздеп келіп жатырмын жастардың атынан. Муслима апа, сәлематсыз ба? Сізді іздеп келіп отырмыз. Көктем тұрғыны болам. Есімім Райгүл. Осы шырылдап жүргеніңізге бір шама күн болды. Сол жастардың атынан келіп тұрмын. Алғысымды білдіргім келеді. Рахмет сізге, денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз, шаршап қалмаңыз. Рахмет. Атымнан, менің отбасым атымнан, Көктем тұрғындар атынан жастарға көп рахмет. Алланың нұры жаусын, көп түкірсе көлдейді. Мен қалай шыдаймыз біздер өзіміздің туған жерімізді мына бір топан суға беріп қоямыз ба, айтыңызшы. Мына еңбекпен мен емес, бар халқым, елім, өшірдің тұрғылықты халқы өздері үйін салды, маңдай терлерімен, үкіметтен емес, өзінің жеке өздерінің маңдай терлерімен салды. Сол салған үйлерін, жасап жатқан ісін барлығын топан суға беріп қойып отыра аласыңдар. Немере балаларымыздың кіндік қанын жуған жерімізді көршілестер Ақсай болсын, Ақжар болсын, Құмарлы болсын. Қазақта жақсы сөз бар ғой, қоянды қамыс өлтіреді, адамды намыс өлтіреді дейді. Намысты қолдан бермеу керек. Сол жерде жүрген азаматтардың басы қасында жүрген, маңдайлары терлеп, жауындары, табандары көз-көз болып қара терге түсіп, бір суға, үзім суға еріндері кезеп жүрген көргенде мен аналық жүрегімен шыдай алмаймын. Соларға жанынан табылып, көмек қолын созғым келеді. Сондықтан жерде мен ешқандай жасаған ісіме санасылмайды. Ал жастарға көп рахмет. Бізді топан су басса да бірлігіміз бұзылмасын. Ол топан су өзінің арнасымен ағып Каспийге құйылсын. Жайығым аман болсын. Жанында сағасындағы, жағасындағы халқым аман болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тура осы жастардай, сендердей апа деп, Муслима апа деп, Көктем тұрғынымын, іздеп келген саған Райгүл айналайын. Алғысым шексіз. Сендей жарды тапқан асқа тұлыма көп рахмет. Көктем жастарына көп рахмет. Алланың нұры жауып, осы топан судан аман қалып, бір той жасайтын күнге жетейік дейін келеді. Рахмет саған. Тағы бір айтарым, сол судың жанында азаматтар жүрген, Кеңес деген ағаң бар, соның Әлия деген жолдасы бар, және мына Сәуле, Мақсот деген бар.
және атын атып қалып тұрмын, бірақ Альбина, Диларам бар, Қайрат деген бар, Алия деген бар. Сол жердегі жастар өздерінің шаңырақтарын жаңағы несін беріп жатыр, киіз ағаш үйін беріп жатыр. Азамат деген, Әлбек деген, Нұрхан деген, Асқар деген менің ұлым бар, жолдасым бар, Жолдасқали деген. Сондай көп азаматтар бар. Руфула деген бар, Шынар деген біздің қайсар қызымыз бар, Ербаладай тұрғалы, Қалбилек деген қыз бар. Бәріне баршасына менен көрші Көктем тұрғыны атынан барлық Көктем тұрғындарына алғысым шексіз. Соның басқасында жүрген жастарға бәріне үлкен рахмет менің атымнан. Аман болайық, бар болайық, бай қуатты болайық, ауызбіршілігіміз мықты болсын. Сонда біз барлық жеңіске жетеміз деп сенемін. Апа, қазіргі бүгінгі таңда қандай көмек керек? Бізге енді көмек болғанда, қалай деп айтам, мен өзім эмоция берілетін адамын. Туытына Қырғызстан елінен фураменен келе жатқан бізге қайырымдылық қорын бергенде, және осы кәсіпкерлер, мына Асқат блогер деген бар, мына Алтынай деген бар, ысы тағамдармен жеткізіп жатырған. 22-ші орта мектебінің 11-ші кластың апайының атын ұмытып қалыппын, Айгүл Мәкен, солар бар. Сосын биологта Халима деген бар. Солар бізге қол ұшын беріп, көмегін беріп жатыр. Әрине, берген жақсы ғой, ол жерде халық көп қой. Соған кімнің қолында не бар? Қолынан кім не келеді? Баласымен отырған кеше бір жас келіншек, ерлі-зайыптылар, ысы пирожкименен бауырсағын пісіріп, суын алып келіп жатыр. Оны ол жерде жүрген балаларға, міне тамақ ішкенше жеп алыңдар деп біз таратып беріп жатырмыз. Қандай ғанибет, кімнің қолынан қандай көмек керек, соны берсе жақсы. Бізге техника жетіспейді. Сосын техникамен бірге адамның қолы жетіспейді. Осы Көктем тұрғыны әр үйден бір-бір адамнан шықса, әйел адам, бір ер адам шықса, тез бітер еді. Сол айтар, бізге көмек қол керек, бізге күш керек. Қаражат жағы жиналып жатыр ма? Қаражат жағы жиналып жатыр. Басында міне тек қана бүгін оянып, акиматтан біздерге жаңағы 5 тонна дистопли көмектесіп жатыр екен. Бірақ біз оған қарамай, жау жағадан тілсіз жау келіп қалады деп, өзіміз сағатына 20 мыңнан тракторды де кәсіпкерлердің, жеке адамдардың, және жаңағы не деп айтатын еді, топырақ салатының атын қалып тұрмын. Соны погрузчик, соған ақшамызды беріп, және мына жерде ұмытып бара жатырмын. Есет деген азамат бар, өзінің кәсіпкер, сол өзінің күніне 10 мың, күніне 15 мың, 100 мың табады екен. Бірақ ол тоқтатып қойып, өзінің ауылы үшін өзі жүр, және соны жаңағы погрузчигін айдатқан жұмысшысын да салып, бізге тегін 3-4 күннен бері жұмыс жасап жатыр. Соған да шексіз алғыс. Сондай бізге погрузчик керек, газель керек, және бізге мына қапшықтар, үлеске қолғаптарды алғанда бізге соған техника жетіспейді. Міне осы техника саласы. Біздің ауылдағы ұшып бара жатқан әр адам 4 дөңгелегі бар, машинамен кетіп бара жатыр ғой. Не керек екен десе, біз сондайға бізге қол ұшы керек. Бізге ден ночь 2 сменмен жұмыс жасап тұрмыз. Соған қолдың көмек қолы керек. Солай Райгүл айналайын. Көп рахмет, жастарға көп рахмет айт менің атымнан. Әрине мен қазір толқығаннан шаршап та тұрмын. Бәрін жеткізу оңай емес. Таңғы 3-4-те кеттік, жаңа 9-да тұрдық, 9-да бардық, одан жаңа қайта жүгіріп келдік. Одан қазір қайта сағат 5-терде ауызашармен сөйлеп жұмысшыларға тамағын беруіміз керек. Содан таңғы 3-4-ке дейін жүреміз. Оңай емес енді. Неде болса, елім, қазағым, алға, табиғаттың апатынан аман қалайық, бізді Алла қолдасын деп біздер алға ұмтылып жатқан жайымыз бар. Рахмет апа, көп рахмет. Бізбен бірге болыңыз, ауырмаңыз, көп жасаңыз. Рахмет. Сау болыңыз. Көктем тұрғындары, жақсының жақсылығын айт, нұры тассын деген. Міне біздің қыздарымыздың қолдарынан өздері пісіріп, міне салаттарының барлығын жасап, бізге ерікті топтардың қолдарына пісіріп әкелген тағамдарын, соның бәрін орнына қойып, күнімен түнімен жүрген айналайын алтындарым, қыздарым, сіздерге көп рахмет. Міне осы қыздармен бітіп жатыр. Міне осы қыздармен, осы қазір екінші рейс, міне екінші смен қазір келеді. Таңертеңгі сменді ауыстырды. Оның ішінде Клара бар, Алия бар, Гүлмира бар, жаңа Салтанат бар. Кім сосын?
Самал бар, міне. Мына таңертеңгісімендегі. Ана жерде біздің боевой Қайсан Шынар деген қызымыз бар, міне. Міне әлия қазанды күзетіп отырған, барлық тамақты алдарыңа ұсынып отырған. Мына жерде Ләззат деген қызым қап-қара болды, айналайын. Жасаған еңбектерің Алладан қайтсын. Біреудің осындай балалар үйінде ойнап жүр. Мына балаларды көрдіңдер ме, айналайын. Алланың нұры жаусын. Қолдарына ойлады ма, күрек алып, топырақ салып, осындай боламыз деп. Міне жігіттер жүр, міне. Міне біздің жасап атқан ісіміз. Мына жерге мынандай, міне. Мұндай тосқауыл қойып жатыр, мен тосқауыл. Балалар мына шеге кіріп кетпесін, айналайын аяқтарымызға. Міне жасап атқан істері көрдіңіздер ме? Еңбек қандай дейсін. Құдай Алладан қайтсын, істеп атқан істерің Алладан қайтсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш бол. Лайым істеген ісіміздің Алла қайырын берсін. Жақсылығы болсын дегім келеді, міне. Кім келгісі келеді, келіңдер. Сәлеметсіздер ме? Қалдеріңіз қалай? Қайырлы күн, балам. Оразаларымыз қабыл болсын. Қай жақтан келіп жатыр? Қайдан келіп жатыр мына табақтар? Ау, Салтанат сарайынан. Алла разы болсын. Істеріңізге, кәсібіңізге. Елес ресторандар, кәсіптерінің берекесін көріңіздер. Көрдіңіздер ғой, халқым жұмыла көтерген, жүк жеңілдеген. Біздің қазағымыз қол бұрусызбен бәрі білегімен, күшімен осындай қайырымдылық жасап, жұмыс жасап жатқан жандарға шаршамасын деп көмек қолын созып жатыр. Амансын айналайын. Бұл қай көмек қор екен? Елес ресторан. Алла істеріңізге берекесін берсін. Елес ресторан дейді, қабылдап алыңыздар. Қош келдіңіздер. Рахмет жаным. Алладан мың еселеп қайтсын. Дендеріңе саулық, бастарыңызға Алла берекесін берсін. Біздей табиғи апатпен осы жердің көктем тұрғындары жұмыс жасап жатырмыз. Соған төтеп береміз бе деп, соған көмек қолымен жұмыс жасап жатқан сіздерге Алланың нұры жаусын. Микрорайон көктем ықшам ауданының халқы қарапайым ерікті түрде өзіміздің туған жерімізді су топанына бермейміз деп жатқан осы түнімен күнімен жасап техниканы көрдің, адамдарды көрдің, міне. Алла берекесін берсін. Рахмет сендерге. Рахмет. Тып-тыныш жайығым жатыр. Міне жігіттер мынандай қылып. Қалай шаршадың көкем? Жақсы шүкір ме? Міне мынау деген жер жазық жер еді ғой. Соны осы азаматтар ерікті түрде белсенді азаматтар, осының басы қасында жүрген, айналайын елім деп, туған жерім деп жүрген азаматтар міне шипырларды алып беріп, қолдан топырақты салып, осыны көтеріп жатыр. Кім бар ауылда? Көктем тұрғындары, келіңдер шеш. Санаулы ғана күндегі сол жігіттер шығып жатырған. Істі көрдіңдер ме, міне қалай жасап жатырғанын, міне алдынан, артынан. Жақсы емес қой. Егер де осы бұзып кеткенде, жардан бұзғанда көктем суға кетіп жатса, жақсы ма көрші? Сондықтан сізді айтылған бірлігіміз мықты болсын, ауыз бірлігіміз мықты болсын, амандықпен, саулықпен, бұрынғыша тыныш ұйқыменізбенен уайым қайғысыз өмір сүруді Алла бізге нәсіп етсін. Міне мына жерге электр шығарған техниканың бәрі жұмылдырып отырған, осы жұмыстан көп пайда болады деген барлығының еңбегі осы жүрген жерден. Көктем тұрғындары ішке бөшек бар ма екен? Даласау әркемнің құшағынан аумаған туған жер, туған жер. Toprak değil o da olsun. Kacak kayırık açıyor oyunda. Tas tas tak.